أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı таң, ya. Құрметті мұсылман бауырлар, қарындастар, көпшілік қауым, бүгінгі оразаның екінші күні ораза ұстап, сәресіне тұрған, сәрес ішіп отқан барша мұсылмандар ниеттеріңіз қабыл болсын. Сәрес кезінде дұғалар қабыл болады. Жақсы сөз жарымыңыз өздеріңізге, жанұяларыңызға, жақындарыңызға, маңайларыңызға әрдайым дұғаны көбейтіңіздер. Өйткені Аллах Тағала бір мақсатқа жету үшін сол дұғаны басқа біреуге жасау туралы көбірек айтқанбыз. Сондықтан дұғаға жету үшін, мақсатқа орнығу үшін, бір мақсатты көру үшін, ұлы бір армандарға қол жеткізу үшін сондай бақытты, сондай дәулетті біреуге тілей біліңіздер. Өзің жақсы көрген нәрсені басқаға тіле деді. Енді тек қана мен өлмейін, мен аман болайын, қалған не болса болсын деген қазір өзімшіл адамдар көбейіп кетті. Сондықтан да тілектеріміз оңды болмай жатқан бірден бір себептері сол. Сол үшін көпке тілеген, елге тілеген, халыққа тілеген қашанда берекелі, құтты болады. Бірінші күн ораза өтті. Енді негізгі аштық оразаны да үшінші күні сезіледі. Кеше біраз бастарыңыз ауырып, асқазандарыңыз ауырып, біраз денеге салмақ сезіледі бірінші күні. Екінші күні осы нәрсе кейбіреулерді жеңілдейді, кейбіреулерді ауырлайды. Үшінші күні толық адамның ағзасы осы режимге, ораза режиміне, яғни оразаның включательне былайша айтқанда дағдыланады. Сондықтан да үшінші күннен кейін кейбір адамдардың ауыздарынан иіс шыға бастайды. Ол иісті көп адам ойлайды, тісінен де ойлайды, бірақ негізі асқазаннан шығады. Сол енді қанша ол жағымсыз иіс болса да, организмде метаболизм ауысып жатқандықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты, ол иіс періштелерге, Аллаға да мисктен жақсырақ деді. Сондықтан бұл нәрсеге мән бермейсіз десе де, таза жүру мұсылманның бір қажетті жайттарының бірі. Дауыс неге екі түрлі болып тұр дейді, білмедім. Құптан намаз оқымай бірден тарауих оқыса бола ма? Жоқ, болмайды. Құптан намазының өзінің ережесі де сол. Құптанның оқылып, екі сүннет оқылып, одан кейін ғана тарабы намаз оқылады. Егер мешітке келсеңіз, немесе сіз бірден тарабы бастап кетсеңіз, тарабы намаз өтпейді. Сондықтан қағидасы сол. Қай уақытта спортпен шұғылдану дұрыс аға дейді. Жалпы қағида бар. Адам баласы бірнеше белгілі және адамның денсаулығына зиянды болған қағидалар. Мысалы айтайық, тамақты тойып ішіп алып жату сияқты жалпылама белгілі тамақты тойып спортпен шұғылдану немесе әлсіз кезде шұғылдану бұл адамның денсаулығына кері әсері бар. Сондықтан өзіңіздің ахуалыңызға қарай шұғылданасыз. Бірақ көбінесе оның маманына жүгіну арқылы сізге жақсы болады. Одан кейін бас жоқ аяқ жоқ тренажердің үстіне шығып жер тепкілей берген жақсы емес, белгілі бір маманмен кеңесу керек. Можно ли поститься, если работаю на двух работах и без отдыха с утра до ночи, то есть во вред своей здоровью? Заранее благодарю. Ну что это вам дает? Вы работаете не покладая рук, а в итоге к чему вы придете? Да, конечно, то, что вы зарабатываете своим халяльным трудом, своим чистым потом, это во благо человека, это правильно, так и надо делать, но человек не должен себя истязать. Это во-первых. Во-вторых, то, что, знаете, вы работаете на двух работах, либо еще на нескольких работах, это никакое не оправдание для поста. То есть вы пост должны в любом случае его разодержать. Это приказ Всевышнего Аллаха. Вы как сами говорите, что вы работаете во вред. И к чему вы придете в конце концов? А если вы держите его разу, это вам будет в помощь. Аяғым ауыр, ораза ұстасам болады ма? Көптен күткен сәбиім алдыңғы бөпемді алдын ала туылған соң дейді. Әлбетте, аяқ қолыңызды жинаңыз, қазақ айтады, аяқ қолыңызды жинаңыз, содан кейін барып берсе ұстайсыз. Уақытымен шатасып, 17-18-дің орнына 17-28-де ашып қойса, білмей, ол қарыз болып саналама дейді. 10 минут ерте ашу оразаның ауызы бекітетін, яғни ауыз ашатын уақыт кірмейді. Сондықтан бір күн ұстауыңыз керек болады айттан кейін. Баламды кішкентайда сүйіп, ескелесем, аузым ашылып кете ме дейді. Жоқ, ауыз ашылмайды.
Кеше давлением көтеріліп кетті. Енді бүгін Алла жеңілдігін берсін, Алла жеңілдік берсін. Сәлеметсіз бе? Ауыз бекіткен жоқпын, бала емдемін. Бірақ ата-енем күйеуім міндетті түрде сәлесін беремін, сауап алам ба дейді. Әлбетте сауап аласыз. Бірақ өзім оразаңыз мұрныңыздан түспейді, сіз екі оразаның сауабын алатын боласыз. Ораза ұстағанда асқазан тазара ма дейді. Ликулли шайин закат. Әр нәрсені тазалайтын нәрсе бар. Заката жасад, адамның денесін тазалайтын сиям ораза. Сондықтан ораза адамның асқазанын тазалайды. Егер адам дұрыс бекітсе ауызды, сондықтан суды көбірек ішіп деген сияқты, тамақты жүйелеп деген сияқты осылай жасаса, әлбетте бұл нәрсе адамға пайда келеді. Жолдасын тарауыққа барғысы келмейді, не істесем болады? Дұға қылыңыз, оны зорлап мешітке ешкім апармайды. Намаз оқуға ниетім бар, киімім, жай намазым бәрі дайын тұр. Сүрелерді жаттап алдым, бірақ бастай алмай жүрмін, қорқақтап жүрмін. Соның бәрін дайындап алып, енді намазды негізі жай намазда дайындау, киім дайындау, одан кейін барып разгон алу, содан кейін барып орында тебініп тұрудың ештеңе қажеті жоқ. Тұрасыз да бастай бересіз. Егер сіз қорқақтасаңыз, бұл шайтан сіздің мойныңызға мініп, әлі де болса да сіздің ырық бермей өз дегеніңізге, яғни нәпсінің жетегіне немесе шайтанның түртпегінде тұрғандығыңызды көрсетеді. Сіз бұл үшін ең бірінші маңайыңыздағы атырапыңызды реттеуіңіз керек. Араласатын адамдарыңыз жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат дегендей, жақсы адамдармен, сол намаз оқитын адамдармен араласу керек. Кімде-кім намазхандармен араласса, бұл адамның намазға деген махаббаты артады. Кімде-кім жас балалармен айналысса, күлкісі артады. Кімде-кімнің байлармен араласса, дүниеге деген махаббат артады. Кімде-кім әйелдермен көп сөйлессе, бұл адамның шахуаты артады деп айтылған. Күнәға да, зинаға баруда ықтимал. Сондықтан соған байланысты болады. Біраз сұрақ жинап қойыпты. Ауызды бекіткен соң тісті жууға бола ма? Енді ең жақсысы ауызыңызды бекіткен алды жуып алсаңыз, сонда сөз көп болмайды, аз болады. Енді десе де зубной пастамен жуса ораза бұзылмайды, бірақ макрухтығы бар. Яғни әдепсіздігі бар, өйткені дәмі бар. Енді арак деген ағаштан кішкентай ғана, мен ар жақта қалып қалды, кішкентай ғана тіс тазалайтын щетка бар. Ішінде составында Алланың қалауымен ағаштың өзінің табиғи тіс тазалайтын щеткалар бар. Бұл жақсы нәрсе. Ол туралы қазір оның пайдасы туралы қазір эфирдің соңына қарай тағы айтамын. Тамағым қатты ауырып жүр, ауыз ашқан соң дәрі ішсем бола ма дейді. Өзі ауыз ашқаннан кейін, аузыңыз, сөздің өзі айтып тұр, ауыз ашқаннан кейін болды, күнделікті өміріңіз жалғасады. Алла шипа берсін сізге. Менің ең үлкен сұрағыма жауап алдым. Балаларымды сүйіп иіскесем жоқ, бұзбайды оразаны. Рамазан айында некемізді қисақ болады ма? Болады, жақсы болады. Тахаджуд намазын қай уақытта оқиды? Түннің бір уағында оқисыз, түннің 3-тен 1 бөлігінде оқисыз. Тісем дегенде ораза бұзыла ма? Жоқ, бұзылмайды. Қарақалпақстаннан алейхиссалам, түсінде пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам бір емес екі рет не айта аласыз? Құтты болсын, анау аккаунттағы қашың ашқан суреттеріңді алып таста, өміріңізді өзгертіңіз. Пайғамбарды түсіңізде көру, егер өміріңізді өзгертпесеңіз, бір тиынға пайдасы жоқ нәрсе. Мүмкін даже зияныңа. Ал енді пайғамбарды көрдім, мен пайғамбарды көрдім деп мақтанатын дүние емес. Көріпсің, енді істеген, құтты болсын, бірақ сол пайғамбардың өміріндегі нәрсені өміріңізге кіргізіңіз. Ашық-шашық суреттеріңізді алып тастаңыз, намаз оқыңыз, ораза ұстаңыз, күнәларыңыз болса тәубе етіңіз, әйтеуір жақсылыққа бұрыңыз. Пайғамбарды саллаллаху алейхи вассалам түсінде көру, шынайы пайғамбарды көру болып есептелінеді. Пайғамбардың түсіне басқа ешкім ене алмайды. Бірақ пайғамбарды көрсең жәннетке барасың, пайғамбарды көрсең космосқа ұшасың, пайғамбарды көрсең Марсқа қонасың деген сөз емес. Пайғамбарды көру атақ абырой емес. Кейбіреулер анау қайта қоймайды аккаунттарына салып, мен пайғамбарды 4 рет көргем, 5 рет көргем, 16 рет көрдім деп. Маған десе, күнде жатып күнде көрсең де, егер амалыңда өзгеріс болмаса, ол нәрсе сізге жақсы қалып келмейді жаным. Сондықтан ардақтым, сол пайғамбарды көрдіңіз, тамаша. Енді сол пайғамбардың өмірін жаттадыңыз ба, пайғамбарға ілестіңіз ба, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен бір қағиданы өміріңізге кіргізбесеңіз, ол түс болып қалады. Ерте ауыз бекітуге бола ма? Болады. Сіз аузыңызды бекітсеңіз, аузыңыз бекітілмейді, уақыт кіргенде бекітіледі. Жұмыста жүріп, дәрет алуды ұмытып кетсең, күнәма ауыз ашады. Ауыз ашады дәретпен болу шарт емес. Дәретті болу даже міндет емес, алмасаңыз да болады.
Ауыз берік кезде баланы иіскеуге болады, майттық болады дедік. Ораза кезінде ауырып құссаң, ауыз ашылып кетеді. Толық құсқанда ауыз ашылады. Ораза ұстаған адам физиолечение, тоқ алуға болады ма? Болады. Массажды алуға болады. Дәрігер физия берген болса. Ауыз ашқаннан кейін ертерек жабуға болады ма? Болмаса ұйықтап қалсам, бір күн қарыз болып қалмаймын? Жоқ. Ертерек жабу деген сөз өз уақытымен жабылады. Сіз бір сағат бұрын жапсаңыз да, жарты сағат бұрын жапсаңыз да аузыңыз жабылмайды. Мысалы, Астана қаласы бойынша әлі 5 тура 1 сағаттан кейін ауыз бекітіледі. Енді мен 1 сағаттан кейін емес, оқып қойдым. Сіз дұғасын оқып қойсаңыз да аузыңыз бекітілмейді. Міндетті түрде ауызды бекіту үшін сіз уақыты кіргенде ғана ауыз бекітіледі. Рамазанда барлық шайтандар кісенде бола ма? Барлығы болады. Үлкені де, кішісі де, майдасы да, какашқыры да. Ораза ұстаған адам жел шығаруға бола ма дейді. Елдің алдында болмайды, ет болады. Пойызда ораза ұстауға бола ма? Болады, ұстаңыз. Қақырық жұтып қойсаң не болады? Ештеңе болмайды, неприятный болады, оразаңыз жалғаса береді. Бірақ макрух болып есептелінеді, оразаны бұзбайды. 8 айдан асты ішінде бала ертерек укол салып босандырып алса, қалай болады денсаулыққа қарай? Дәрігермен кеңесу керек, дәрігер шешеді. Әйел адам құптан оқыса, болды ма, тарауыққа бара алмаймын. Үйде оқи беріңіз. Үйде шамаңыз жеткенше оқи беріңіз. 2 рекат таң намаз сияқты оқи беріңіз. 20 рекат тоқып тастайсыз темде. Ораза айында қан берсе бола ма? Қан алу, қан беру оразаны бұзбайды. Қан құю. Аллаху алам, бірақ қан бұзғанда, қан алдыртсаңыз, егер қан алдырғанда адам әлсірейді, сол жағынан макрухтығы бар, бірақ ораза бұзбайды. Күйеуімен қосылғаннан кейін қосыл алуымыз керек па? Парыз болады, екеуіңізге де міндетті түрде. Яғни таң намаз оқу үшін, яки таң түнде болса, немесе жұмысқа кету үшін міндетті түрде шомылу парыз болады. Оразада укол салып тісемдетуге бола ма? Болады. 7-ші сынып оқиды, бірақ ораза ұстағысы келеді. Оразаны бұзып алса, бұзып алады, ұстасын. Бұзып алса не болады? Қорқылса не болады? Ішің ауырса не болады? Бастасын, егер қиналып жатса, ашып жібереді. Яғни бұл қақайып қалған нәрсе емес қой, өлсең ораза ұстап өл деген нәрсе жоқ. Осы барлықтарыңыз, ол тек қана біреу ғана емес, кез келген адам ораза ұстағанда ауырып, басы ауырып, құлап, жанне, өміріне қауіп төнсе, өз-өзін зорлап ораза ұстауы дұрыс емес. Тіс жұлып едім, ораза бұзыла ма? Бұзылмайды. Дәрі ішсем бола ма? Ораза бұзылады. Күндіз ішсеңіз. Өтін алдырған адам ораза ұстай ала ма? Дәрігерге қаралыңыз, бірақ мен білетінім ұстап жүргендерді өзім көрдім. Әр адам әртүрлі. Тіс жұлдырсам бола ма? Болмайды. Жүніптік ахуал оразаға тікелей қатысы жоқ, бірақ жүніпсіз жүру, ғұсылсыз жүру күнә болады. Жұтынсақ ораза бұзылмай ма? Бұзылмайды. Тахаджуд намаз жайлы айтып кетсеңіз, тахаджуд намаз түннің 3-тен 1 бөлігінде оқылатын сүннет намаздардың патологы, қосымша намаздардың патологы. Бірақ бұл міндет емес. Оқысаң сауап болады, пайғамбарларға міндет болған, үмбетіне жеңілдік болып сүннет амалдары қатарына. 2 рекаттан 8 рекатқа дейін оқылатын намаз. Хиджама істеуге бола ма оразада? Хиджама жасауға болады, оразаны бұзбайды, бірақ хиджаманы оразадан кейін жасағаныңыз әлдеқайда жақсырақ. Өйткені адамның денсаулығына әсер беру жағдаяты бар. Ораза құлаққа, мұрынға тамызатын заттармен қолданса болады ма? Құлақ бір басқа, ораза мұрынға тамызу бір басқа. Мұрынға тамған нәрсе тамаққа өтетіндей ахуалда болатын болса, ораза бұзылады. Құлақтан бұзылмайды. Сонда ауызды бекіту сағат 5-те 9-да болса, сол уақытта ғана бекіту керек пе? Ерте бекітуге болмайды. Кешеде әбден осыны түсіндірген, бүгін тағы қайталаймын. Мына мысалы, 5-те 9-да ауыз бекіту керек. Сіз 5-те 9-да емес, 4-те 9-да бекітіп қойдыңыз. Мені қазір бекітіп тастаңыз. Дұғаны оқыдың, Алла, ораза ұстауға ниет еттім. Мейлі арабша айтмаған десем, Аллахумма نويت أن أصوم صوم شهر من رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى. يا الله ниет қылдым. Бүгінгі күнді ораза ұстауға деп арабша айт, қазақша айт. Я Allah ниет қылдым, айттың. Аллаху акбар деп бектің, жаптым деп ойлайсыз ба? Жоқ, сіз ниет қылдыңыз. Бірақ ниеттің срок действиясы қолданатын, счетчігі қосылатын уақыт
таң білінгеннен кешкі ақшам күн батқанша осы уақытта ғана сіздің аузыңыз берік болады. Яғни сіз 1 сағат бұрын бекітсеңіз де, жарты сағат бұрын бекітсеңіз де, таң білініп азан айтылады Аллаху акбар деп, сол күні, бүгінгі. Сол кезде аузыңыз жабылған болып есептелінеді. Содан счетчик қосылып барып, кешкі ақшамға азан айтылғанша аузыңыз берік болады деген сөз. Мысалы, мен ниетімді айтып қойдым қазір. Маған айтып қойғым, бір жарты сағат бұрын. Енді сол кезде айтып қойдым, ораза ұстауға ниет қылдым деп жауып қойдым. Бірақ мен қазір су ішкім келіп тұр. Өйткені уақыт бар әлі. Бекітпей суды бисмилля дейсіз да. Ана бал сататын Исмаил деген бар ағамыз, сол бисмилля дейсіз да, су ішесіз да, ары қарай кете бересіз. Уақыты кірген кезде қайтадан ниет айтпайсыз, осымен жабылып кете береді. Мен конвоймын, түнде ішілемін, күндіз ұйықтаймын, қабыл болады ма? Ішім шындай түнде, мәселе жоқ, гап жоқ, ұштай берің, қабыл болсын. Енді ұқылағанда әдейлеп істеп жатқан жоқсыз, конвойсыз. Сондықтан конвой болған үшін сізге гәп жоқ. Ораза кезінде төбелес қойса не болады? Оразаның сауабы кемейді. Ораза ұстағанда, ораза ортасында ауыз ашқанда темекі шегуге бола ма? Темекі шегудің өзі арамға жақын амал. Қазір енді бәрі ғалымдар арам деп жатыр. Сондықтан ауыз ашқаннан кейін арам істеген іс болып табылады. Бірақ оразаның сауабы кемейді. Соны жасаған үшін, бірақ оразаны ауыз ашқаннан кейін оразаға оның енді келер кетер жоқ деп айтпайықшы енді. Тікелей қатысы жоқ. Бірақ оразадан кейін ауыз бекіткеннен кейін де күнә істемеген жақсы.